Баршаңызға қайырлы күн. Денсаулығымызға пайдалы дәрумендерге бай Амосов пастасын дайындайтын боламыз. Бұл паста өте дәмді болып келеді. Жасау үшін бізге лимон, бал қажет болады және кептірілген жемістер қажет болады. Мейіз, жаңғақ, қара өрік, сара өрік, инжир қажет болады. Және мясорубканың көмегімен барлығын өткізіп алып, үстіне лимонның суын және мьотты араластырып, смесімізді дайындайтын боламыз. Амосов пастасы иммунитетті жоғарылатады. Әсіресе суық тигенде пайдасы зор. Жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады, қан айналымды қалпына келтіреді, қабынуға қарсы атеросклероздың алдын алады. Құрамында С дәрумені, темір, антиоксидант, микроэлемент көп мөлшерде кездеседі. Ағзаны операциядан кейін қалыпқа келуіне көмегін тигізеді. Амосов кардиохирург, академик пайдалы пастаның рецептін ойлап тапқан. Рецепті ойлап табуына өзінің операция жасаған науқастары көмегін тигізген. Операциядан кейін науқастары тез қалыпқа келе бастаған. Себебін сұрағанда кептірілген жемістер мен жаңғақ жейтін науқастар екенін түсінген. Содан кейін осы пастаны ойлап тапқан. Дәруменді паста холестерин мен тромбтың түзілуіне жол бермейді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын іш қатудың алдын алады. Сместі дайындау үшін кептірілген жемістерден 100 грамм алып, оның үстіне лимон суын қосып, балмен араластыратын боламыз. Сақтау мерзімі 2 ай. Үлкен адамдарға үлкен бір ас қасықтан аш қарынға күніне 3 рет жесе болады, ал оқушыларға немесе балаларға бір шай қасығынан берсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.